жиһаз жасап сату. Бұл қиын кәсіп дерсіз. Әрине, көз қорқақ, қол батыр деген бар. Біз бүгін сіздерді жиһаз шеберханасын ашудың ең тиімді жолымен таныстырмақпыз. Саламатсыздар ма? Бұл өз бизнесің бағдарламасы. Предприниматели, которые имеют свое дело, свой действующий бизнес, либо те, которые хотят открыть свой новый бизнес, они могут обращаться в банки второго уровня, чтобы получить финансирование для развития бизнеса. Жиһаздың да түрі көп. Италия, Беларусь, Ресей, Қытай жиһаз алып келетін шет елдерді ұзақ уақыт бойы тізбектей беруге болады. Бағасы да әрқилы. Әрине, шет елдің қымбат затын әркімнің де қалтасы көтере бермес. Осындайда жергілікті жиһаз шеберханалар бар. Бұл шеберханада жиһаздың түр-түрін жасауға болады. Осыдан 3 жыл бұрын ашылған. Бастапқыда қиындау болғанымен, бүгіндер тапсырыс жетерлік. Зейнетке шыққаннан кейін үйде қарап отқанша деп кәсіппен айланысқымыз келді. Содан туысқандардың ортадағы пайымен алған жерімізге 5 жыл еңбек еттік. Мақта ектік, жүгері ектік. Содан түскен ақшаның несіне келіп осы жайды алдық ғимаратта. Ғимаратқа жетпеген банкіден кредит алдық. Содан кейін осы жиһаз бастадық. Жиһазды маман адамдар шақырдық. Сол шақырған мамандарымыз қазір өздері шәкірт дайындап, шәкірттерінің өзі бір маман болып кетті. Ең бастысы өндірісті сапалы техникамен қамтамасыз ету. Ағаш кесуге арналған мына құралды кәсіпкер Германиядан тапсырыспен алып келген. Жиһаздың біздің басқадан гөрі артығымыз станогымыз. Бұл станок өте ыңғайлы, өлшеп компьютерменен артық шығынсыз кесіп өлшеп береді. Соның нәтижесінде бұл немістердің технологиясымен Алтендор өте біздің басқалардың алдында жетістігіміз. Біз жұмсақ жиһаз емес, ламинаттан жасалынатын қабырғаны бойлап орналасатын жиһаздар, үстелдер, орындықтар жасап жүрген шеберлермен әңгімелескенде мынаны байқадық. Жұмыс орны цех ішінде станок шуылынан құлақ тұнады. Ал шеберлерден ең әуелі есептеуге жүйрік болуы талап етеді. Себебі талғамы жоғары тұтынушының ойы дөп басып, көңіліндегідей етіп жасап шығару үшін бөлме кеңістігімен жасалынатын жиһаздың көлемін сан мәрте есептеу қажет. Әрине, әр істің өзіне тән ерекшелігі болады. Тумбышка, осы офисный мебель дейміз ғой. Компьютердің столын қойдық, контор кеңсеге, офиске столдар, тумбышкалар дайындадық. Содан кейін барып, мектептен келген тапсырыстарға парта, стол, үстел, осы тақта, осылардың бәрін жасап жатырмыз. Байқап қарасақ, ауқатты отбасылар тапсырыс беріп жатпайды. Олардың көбісі қымбат бағалы шетелдің жиһазын сатып алады. Бегулан да осы уақытқа дейін өз тәжірибесінде бай отбасылардың тапсырыс беруі ішінара ғана кездескенін айтады. Клиенттердің әлеуеті орташа болғандықтан бағада алдын ала келісім бойынша жүргізіледі. Негізінен ас үй мен кіреберіс бөлмелерінің жиһаздарына, сондай-ақ компьютер үстеліне, орындықтар бар үстелге тапсырыс көп түссе, балалар бөлмесінің жиһазын жасатушылар өте сирек кездеседі екен. Қазір жиһазды білесіздер, арзандау жағын іздейді көбісі. Қазір арзан материал осы ЛДСП ғой, ламинированный ДСП дейді, ламинат. Содан істеп жатырмыз. Бұдан да басқа материалдар бар, қымбаттау. Қазір ең арзаны және тиімдісі осы ЛДСП болып тұр ғой. Жиһаз көп, жалпылама болмас үшін ас бөлме жиһазын жасау жөнінде айтсақ, сараптаушылардың айтуынша, әрбір отбасы 5 және 7 жылда бір рет ас үйіндегі жиһазды ауыстырады. Кейбірі сәннен қалып қоймауды қаласа, өзгелері пәтерін күрделі жөндеп, үйіндегі барлық жиһазын ауыстырады. Ол дегеніміз, сіздің шеберханаңызға жаңа тапсырыс келіп түседі. Жергілікті халықтың басым бөлігі осындай шағын шеберханалардың қызметіне жүгінеді. Бұл тұста сапа мен тиімді бағаны ұмытпау қажет.
Ал енді мына материалдар ЛДСП дейміз, Россиядан алып келіп жатырмыз. Бұның бір несі квадраты 4900, үлкені болса, ол дегелі ғой. 1000-нан асық дейді. Жаңа айтқандай, акрил Украинадан, Польша, Беларусиядан алдырамыз. Осылардан біздің негізгі неміз осы жергілікті халықтың ұсыныс тапсырмаларын орындау, қызмет ету және басқа алған тендерден ұтқандарға қосымша субподрядчик дейміз ғой, сондай жасап жатырмыз. Негізгі мақсатымыз осы. Бұны ашқанның пайдамыз осы жерде 20 шақты адамдар қызмет жасап жатыр. Жиһаздың сатылу бағасы 200 000 теңгені құраса, сіз айына 10 зат сатуыңыз керек. Нәтижесінде 1 жылдың ішінде 24 миллион теңге кіріс табасыз. Оның ішінен бір ас бөлмесі жиһазына жұмсалатын 112 895 теңгені алып тастаңыз. Осылайша 112 895 теңгені 120 жиһазға көбейтсеңіз, нәтижесінде 13 миллион 547 400 теңге табыс қалады. Жұмысты қиын деуге де болмайды, бірақ оңай деп те айтуға болмайды. Бұл жұмысқа адамның ыждихаты, ықыласы, мәдениеті керек. Мысалы біздің Құралбек ініміз өте сабырлы, әртүрлі ойланып жасайды. Өзі бұрыннан істеген тәжірибесі мол. Сонымен бірге өзіне шәкірт дайындап жатқанда осының несі. Жаңағы ықыласпен істеген жұмыстың қиындығы болмайды. Ал егер де бұл кәсіпті ашуға қаражатыңыз жеткіліксіз болып жатса, несие алуға мүмкіндігіңіз бар. Бұл тұста банк өкілдерінің ақпаратына құлақ түрсек. Сумма кредитования банка второго уровня зависит от оборотов предприятия. Также есть процентная ставка, которая в Казахстане варьирует от 13% годовых. То есть минимально где-то 12-13% годовых. Здесь банки второго уровня делают все возможное для предприятия, если она обращается в банк, чтобы помочь ему средствами для развития бизнеса, чтобы он в трудную минуту мог эти деньги направить на новые, более прибыльные русла. Ал тендермен жұмыс жасаймын десеңіз де банк қызметіне жүгінуге болады. Гарантия существует двух видов. Тендерная гарантия и посттендерная. Тендерлік кепілдеме сомасы лоттың сомасына байланысты. Көп жағдайда лот сомасының 1%-ын құрайды. Конкурсқа қатысуға кепілдемені рәсімдеген жағдайда негізгі құжат болып, клиенттің ұйымдастырушылардан алатын конкурстық құжаттамасынан алады. Компания тендерді ұтып алғаннан кейін ол тапсырыс берушімен шарт жасасады, және содан кейін тендерлік кепілдеме міндеттемелерді орындау кепілдемесінің постысы үшін банкке жүгінеді. Тендерлік кепілдеме постының бірнеше түрі бар, және клиент уағдаластық негізінде тапсырыс берушімен кепілдеме түрін таңдауға құқылы. Екінші деңгейдегі банктердің комиссиясы орташа алғанда 5.000-нан 10.000 теңгеге дейін, қарау мерзімі 1 күннен 3 күнге дейін. Біз өзіміздің істеп шығарған затымызбен соны сатып, кеңейіп, осыған жетістік. Қазіргі не деп, әрине бәріне қолым жете берді демейміз. Банкіден кредит алып, заттарымызды алып, кейін орнына қойып жатырмыз. Енді қазіргі әдіс сол болып қалды.
Кез келген үйдің кеңсенің қазір жиһазсыз елестету мүмкін емес. Ол үйдегі кейбір ұсақ-түйек заттардың бәрін жинап қоюға ыңғайлы. Бұған қоса әрбір үйдің сәніне айналды. Бір қарағанда адамға кәдімгі тақтай болып көрінсе де, оның қиюын келістіріп, әдемі дүние етіп шығару оңай жұмыс емес. Дегенмен бұл кәсіптің де өз қызығы бар, пайдасы да жетерлік. Ең бастысы заман ағымынан қалып қоймау қажет. Мырзахмет ағаның кәсібі де осы сөздердің айғағындай. Жалпы адам естіген нәрседен аз қалады, көрген нәрседен көп қалады. Ал ұстап істеген нәрсе адам есінен шықпайды. Сондықтан кәсіпті келіп көріп істесін. Сонда адам өзі ары қарап дамуға оңай болады. Қояр сауалдарыңыз немесе кәсіп бастасам деген ойыңыз болса, біздің редакциямен хабарлассаңыздар болады. Сау болыңыздар.